Түнгі үште для прикола мем ғана салып қоятын Илон Маск пен Байкен мешітінің жанындағы самса сататын киосктың қандай ұқсастығы бар деп ойлайсыздар? Настоящий личный бренд. Ол екі-ақ сөзден тұратын жеке бренд деген нәрсе көптеген инфлюенсерлер мен жүздеген мың подписчигі бар блогерлерде даже жоқ. Және бүгін мен сіздерге жеке бренд деген ол сіз ойлаған нәрсе емес екендігін дәлірек нақтылап айтып берем. Соңғы жылдары эксперттер, бизнесмендер жеке бренд деген нәрсені өте мықтап ұстап алды. Және ұстағандар это круто. Сол жайлы даже курстар, коучтар, неше түрлі эксперттер үйрететін эксперттер де шықты. Бірақ олар нені үйретіп, нені істетіп жатыр? Әдемі фотосессия, студийный рилстар, әдемі цитаталар и видео фотолар. Бірақ сіздердің дайындап жатқан жеке брендтеріңіз ол шынайы жеке бренд па? Бәлкім әдемі витрина шығар. Иә, әдемі, бірақ пустой. И соңында дәл сол эксперттер неге менің контентім ешкімге қызық емес? Неге менде продажа жоқ? Неге мені есінде сақтап алмайды? Ачо мен қатты танымал емеспін? Дейді. Және құрметті достар, дәл сол дегендердің қатарында мен де бармын. Мына жерде сөйлеп тұрып, мені идеалі деп ойламаңыздар. Ал енді настоящий личный бренд неден құралатынын айтайық. В общем, YouTube'қа қош келдіңіздер. Жеке бренд деген шындап келгенде ол не? Бірінші. Айтайыншы достар, ашылайыншы. Жеке бренд деген сен қанша жерден перфекционист болсын да, қанша жерден мен творческий адаммын, мен десең де, ол әдемі картинка емес. Болды, даже қинамай қой өзіңді. Әдемі картинка создавать етіп, светті жарты сағат құрып, камераңды 1 сағат настроить етіп, болар. Қаншама сенің идеяларың солай өшті ғой, негіз білесің ба? Сен идеяны ойладың да, жандың конкретно, шабытың келді. И жасап тастайын деген кезде, сенің ойыңа тағымына ой келеді ғой. Свет құру керек, камера настройка, так, мен квартирам келмейді. Ана жерде сол идеяң өлді. Ертесіне просто алды да, басқа бір істеп тастады, и сен просто қарадың да. Дәл солай ерніңді тістедің. Все, сонымен бітті. Дәл солай тағы неше рилстарыңды, неше роликтарыңды, неше сені танымал ететін, сені әр қарай байытатын идеяларыңды құртпақшысың. Мен де басында ойбай, бәрі успешті дәріптеп жүрген кезде мақтанғың келеді, бірдеңені битіп мен күшті санасын дегің келеді. Мына кеудеңді көтеріп, бір ортаға барған кезде мұрныңды бит көтеріп алып жүргің келетіндей контент жасағың келеді. И сондай контент жасаған кезде в основном өтпеді ше, менде шын айтайын. А вот бір күні бір прогревімде провалдарымды, өзім отбасым жайлы бір детальдарды бөліскен кезде неге маған соншалықты жылулық берілгенін мен түсінбей қалдым. Сонда мен анау успех салған кезде неғып маған кері байланыс бермеген адамдар дәл сондай простой, просто бір адам екенімді көрсеткен контент берген кезде құшақтап атқандай бір эмоцияны қалдырды да. Люди увидели не картинку, а реального человека. Жеке брендте мен мына сеніммен әлі қоштаса алмай жүрмін, бірақ өте қатты қоштасқым келеді. Ол әдемі картинка визуально етіп шығару. Әрбір сенің контенттің, әрбір сенің рилстарың, видеороликтарың, айтатын смыслдарың әдемі качественно болып шығу. Я енді қазірде білмеймін, біреу үшін качественно болуы мүмкін дәл осы ролик, біреу үшін некачественно болуы мүмкін, бірақ та осының өзіне де свет қолданылған, камера қолданылған, кәдімгідей 1/4 диафрагма, арттан свет, мына жақтан свет. Мен әлі қоштаса алмай жатырмын бұл оймен. Ол әдемі етіп түсіру. Негізі жеке брендте әдемілік керек емес. Бұл менің ішімдегі әлі кетпей жатқан перфекционисттігім. Мен мынаны енді алып просто YouTube'қа түсіріп жатырмын, соны алып рилсқа салам. Мен әр рилсқа салған сайын, аз просмотрды көрген сайын жүрегім дың ашиды. Бірақ мен әлі соны постоянно жасасам өсетінін біліп тұрмын мен. Бірақ әрбір шаг сайын не хочу вот. Но әдемі картинка емес, узнаваемость керек.
узнаваемость, трафик. Мысалы қараңыздар, мен қазір просмотрлар көп болмауы мүмкін, трафик көп болмауы мүмкін, бірақ мен 5 жыл бойы контент жасап келе жатырмын. И кеше бір ортаға бардым. Шыны керек бір ортаға бардым. Кәсіпкерлер, жастар, маркетологтар. Сұраймын, ассалауму алейкум, қалайсыздар, амандасып жатырмын. И почти что негізі амандасқан адамдар сырттай негізі біледі екен мені ше. Қызық болып қалды кәдімгідей. Әйтпесе стористарыңа жауап бермеуі мүмкін жалпы да мысалы. А вот реально өмірде офлайн кездесулерде бір орталарда негізі жеке брендing рөл ойнап тұрады екен сәл-пәл. Контенттің күшін сол кезде түсіндім. Рилстарың ректордан шығып тұрады дейді да. Опа, мен ойлап жүрмін ғой, мен жоқ, қазір что-то алгоритм өзгеріп кетті деген сияқты. А вот шынайы өмірде это работает, оказывается. Жеке брендтегі миф әр саланың эксперті болу. Жоқ. Бір салаңыздың, өзіңіздің жақсы көретін салаңыздың просто честный эксперті болсаңыздар жеткілікті. Шынайы вот. Қай жерін білесің, қай жерін білмей тұрсың, қай жерінен, мына жерінен десең қорқасың, былай істесең сен де өтпей қалатынын білесің, бірақ соны айтасың деген сияқты. И білесіздер ме, адамдар сондайға көбірек сенім тудырады, чем сертификатқа қарағанда, дипломированныйға қарағанда, сондай бір адаммен сөйлескің келеді ғой, дәл сол сияқты. Обо всем и ни о чем болғаннан көрі, өзіңізге жақын нишаны таңдап, сол бойынша тамшы тасты жарғандай деген сияқты, сол бойынша айтып, бір узкая темамен, направлениемен негізі танымал болуға әбден мүмкін. И бізді өлтіретін мына нәрсе ғой, мысалы, допустим, что бір контент-мейкер өзінің саласы жайлы рилс түсіру үшін мынандай загондардан өтеді. А вдруг, если ол мен айтып жатқан сөздер неправильно емес, сен өзің қолдандың ба, нәтиже шығардың ба, болды ғой айтса енді. Рабочая схема ма, сен өзің в деле қолдандың, айтуға құқылысың сен. Мен қаншама блогерлерді кездестім. Сен мынаны жасап, мынандай результат шығардың ғой, неғып айтпайсың десем, айтуға ерте ғой, какой ерте, кеш. Сен 5 жыл бұрын бастауың керек еді, сен әлі минус 5 жылдасың жеке бренд бастауда. Сен түсініп тұрсың ба мені? Дәл сол сияқты өзіміздің миымыздағы загондар бар. Ол болады да. Жеке брендке келген кезде өзің қолдандың ба, нәтижені көрдің ба, жаймен білетін нәрсеңді бөлісуге құқылысың. Ешкім сені алмайды, рилсіңді алмайды да, заблокировать етіп тастамайды. Қорықпа одан. Так что, давай. И сосын мынандай миф бар. Жеке бренд ол самореклама дейді да. Кейбір эксперттер бар, кейбір даже фрилансерлер де бар. Мен өзіме реклама жасамайым, маған клиенттер өздері алдыма келсін, тізерлеп отырып менен қызметімді өздері сұрасын дейді. Мә саған. Ондай сен қуасың ба, айналайын ау. Жеке бренд деген өзіңнің если қызметің топ болып тұрып, оны 200%-ға ұсынсаң, саған клиенттер келеді очередьпен. А вот андай бір жоқ, келсін, мен өзім таңдайым дейтін мамандар бар. Не істейміз ана кеудедегі эгоны? Тәубеге келетін уағыз айта алмаймын, конечно, но бірақ та бірдеңе қылу керек анаумен. Мен де өткем ондай жолдан. Шын айтайын, болғанды барды бар деу керек. Болып қалды ондай моменттер. Бірақ бір-екі сабақтар болды, тәубеге оп деп кіріп алды. Дәл қазір вдруг болып қалады ғой, қылтым-сылтым эгоңыз қазір бүйтіп кернеп тұрып, ешкімді менсінбейтіндей қазір бір деңгейде жүрсеңіз, не знаю, өмірдің шапалағы жақын жерде жүрдер едім. Личный бренд ол самореклама дегенге бір қатты бір налмаңыз. Сіз мықты эксперт болуыңыз мүмкін, чтобы рынокта ұзаққа шабу үшін. Жеке бренд деген ол спринт емес, 100 метровка емес, ол 100 километровка, алысқа жүгіретін марафон. Ал енді жеке бренд неден тұрады? Бұл позиция. Сен қандай ойды транслировать етесің, қай смыслды ұстанасың, қай позициясын жалпы. Мысалға, мендегі позиция ол маркетинг без манипуляций. Ешқандай бір розовый очкисіз шынайылықты көрсету. И мен жасайтын контенттерім ол танымалдылыққа және сатылымға бағытталған деген сияқты мендегі бір смыслдарым бар. Басқа жасанды интеллект жасайтындар мүмкін қиналмай контент жасау деген сияқты ойларды транслировать етуі мүмкін, көрсетуі мүмкін. Ол да допустимо. Мысалы, сіздің өзіңіздің позицияңыз.
оны анықтау керек, конечно же. Жеке бренд бастар алдын мына 3 сұраққа жауап беріңіз. Сіз публиканың арасында не жайлы спорить ете аласыз? 20 адам бір залда отырсыздар, не жайлы спорить ете аласыз? Біреу контентті, что-то мынау не работает десе, мен айта аламын. Сіз мына нәрсені дұрыс жасап жатқан жоқсыз, мына нәрсені қолдансаңыз, сізде дәл осындай сіз қалаған нәтижені алып келуге болар еді деп сіз не жайлы айта аласыз. Бірдеңе деді, сіздің темаңызға қарсы. Сіз сол адаммен спорить ете аласыз ба деген сұраққа жауап беріңіз. Адамдардың қандай проблемасын шынайы шешіп бере аласыз? Менің алдыма бір кәсіпкер келді. Кәсібі жүріп тұр, бірақ жеке бренді 0. Ол кісі маған танымалдылық керек. Сол танымалдылығымды мен бизнесіме қолданам, кәсібіме қолданам, өзімнің статусыма қолданам дейді. Мен сол кісіге көмектесе аламын. Ал сіз өзіңіздің салаңызда қалай көмектесе аласыз? Үшінші сұрақ, қандай оқиғаны тек қана сіз айта аласыз? Басқа ешкім айта алмайтындай етіп, қандай оқиғаны айтып бере аласыз? Вот 3 сұраққа ойланбай, просто придумывайте, мына видеоны паузаға қойып, негізі өз-өзіңізге жауап беріп алған намного негізі пайдалы. Дәл осы 3 сұраққа жауап беру арқылы, егер сізде ниша болмаса, ешқандай бір бағыт-бағдар жеке бренд бастауда дегендей бір информация миыңызда болмаса, 3 сұрақтан кейін 3 жауабыңыз дәл сол сіздің бағытыңыз. Делайте, кіріңіздер, смело түсіріңіз. Итак, біз осы роликта жеке брендтің тек қана фотосессия емес екендігін, тек қана әдемі картинка емес екендігін түсіндік. Шынайы адам болу керегін түсіндік. Мотивацияны өзіңіздің өміріңізден беріп бөлісу керегін түсіндік. Енді мысалға бастапқы айтқан Илон Масктың және Байкел мешітіндегі самзағананың да негізі ұқсастығы да осы жеке брендінде. Илон Маск просто танымал среди всех и продает Теслу, да, мысалға SpaceX и ракета ұшырады. А вот жаңағы самсахана мешіттен шыққан адамдардың арасында танымал. Ол жақта еще плов сатады, дәмді, күшті капля самса сатады деген сияқты. Среди жамаата танымал деген сияқты. Какой-то бір өзінің кругының арасында танымал кәсіпкерлер, эксперттер, ол да жеке бренд. И при том, что көбісі оны мақтайтын болса, ол шынымен де әдемі, органичный, сондай бір күшті, көркем жеке брендтер еді. Қорытындылай келе, жеке бренд деп те кринж ұстайтын контенттерді көп жасамай, репутацияңызды өсіретін, статусыңызды көтеретін, красавчик дейтін контенттерді көбірек жасауымызға мен ұсынар едім. Егер осы видео ұнаса, лүпілді басыңыздар, каналға тіркеліңіз, Нұрсерік Инстаграм аккаунтыма да тіркеліп алыңыздар. Егер де контент жайлы консультация қажет болса, менің дәл осы Инстаграм парақшама жазсаңыздар болады. Сау саламатта кет бар ұш, жолың болсын.